Сендер балалық шағы «Менің атым Қожа» фильміне арқау болған жазушының кім екенін білесіңдер ме? Әрине ол Бердібек Соқпақбаев аталары. Оның балалық шағы соғыстың ауыртпалығымен тұспа-тұс келді. Кішкентай Бердібек қақаған қыста етігі болмай мектепке жалаң аяқ жиналып, қолына ыстық күл салынған шелекті көтере шығады екен. Бала мұздаған аяғын шелекке деміл-деміл салып жылытып, мектепке жетіп жүріпті. Осындай аянышты тағдыры мен білімге деген ұлы құштарлығы Бердібек Соқпақбаев аталарыңды әйгілі жазушы етті. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Қазақ балалар әдебиетінің классигі, тамаша жазушы Бердібек Соқпақбаев тірі болғанда биыл 15 қазанда 95 жасқа толар еді. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында туылған. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын, кейіннен Мәскеудегі жоғарғы әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқытып, Қазақ әдебиеті газетінде Балдырған журналында, Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында істеген. Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті жөніндегі әдеби кеңесші болған. Шығармашылық жолын өлеңмен бастап, 1950 жылы Бұлақ атты жыр жинағын шығарған. Кейіннен балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгіме, повесть, роман кітаптарын ұсынды. Шығармашылық жолын балаларға өлең жазудан бастап, Пионер журналының да белсенді авторы болды. 1950 жылы Бұлақ деп аталатын өлеңдер жинағын жазған болатын. Кейіннен балалар мен жасөспірімдерге арналған прозалық шығармалар жазды. Балаларға арнап жазған шығармалары тек балаларға емес, үлкен адамдарды сүйіп оқитын шығармаларға айналды. Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтын бітірген соң, Нарынқол ауданында мұғалім болды. Жұлдыз Балдырған журналында Қазақстанның жазушылар одағында түрлі қызмет атқарды. Бұлақ өлеңдер жинағы, 16 жасар чемпион, Бақыт жолы, Аяжан Гаухар повестерін жазды. Менің атым Қожа повест кітабы балалардың сүйіп оқитын шығармасына айналып, орыс, украин, француз, литва, латыш, өзбек тілдеріне аударылды. 1963 жылы Қазақфильм киностудиясы сол кітап бойынша жазылған киносценарийді экранға шығарды. Балалық шаққа саяхат атты повесі бойынша жазылған киносценарийде фильмге түсірілді. Менің атым Қожа фильмі француздың Кан қаласында жастар мен балаларға арналған кинофильмдердің халықаралық фестивалінде арнайы сыйлыққа ие болды. Фильмде өткен ғасырдың 50-ші жылдарындағы қазақ ауыл өмірі арқау болған. Бас кейіпкер Қожа ақылды, сонымен қатар бұзық, әкесіз өскен бала болады. Ол фильм барысында көптеген нәрселерге ұшырайды, төбелеседі, бұзықтықтар жасайды, ғашық та болады. Ол кейде тәртіпсіздігін білместіктен жасайды, кейде білмейді қалады. Ол онша қатты ессіз бала емес, сондықтан шығар ол жұртшылықтың сүйікті кейіпкеріне айналған. Шынын айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожа берген екен. Тіпті ту куәлігінің өзінде де солай айтылған. Бұл дүниеде не қилы ғажайып құбылыстар бола беретін тәрізді, бертін келе Қожа бергеннің құйрығы үзіліп түсіп қалыпты. Бұл құбылыста нақты дәл қай жылы, қай айда, қай күні болғанын тап басып ешкім айта алмайды. Бердібек Соқпақбаев әлем таныған жазушы. Балалар әдебиетін хан төңіріндей биікке көтерген қаламгер кісі. Бүгінгі 21 ғасырда кітаптары сөреден табылмаса да, жүректе жатталып қалған. Бердібек Соқпақбаев бақытты жазушы, халық сүйген оқырман бағасын беріп, мәңгі есімізде құрметпен сақталып қалған. 1967 жылы Францияда Қазақстанның аты төрткүл дүниеге танылды. Кан қаласында өткен балалар мен жасөспірімдер фильмдерінің халықаралық фестивалінде қазақ киносы жүлделі орынға ие болды. Осы фильм арқылы жер жүзінің киносүйер қауымы қазақ елінде кино өнері бар екеніне көз жеткізді. Сол арқылы Қазақстанның табиғатын, болмысын білді. Қазақтың атын әлемге әйгілі еткен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесінің желісімен түсірілген көркем туынды болады. Фильмнің экранға шыққанына жарты ғасырдан асса да, көрерменін әлі жалықтырған жоқ.